Бронхит. Бронхит дегеніміз, суретте көріп отырғандарыңыздай, бронх ағашының шырышты қабығының қабыну процесі. Қабыну бронх ағашының бір бөлімінде, мысалы трахеяда немесе басқа бөлімдерінде болуы мүмкін. Ал пневмониядан айырмашылығы, бұл кезде қабыну өкпенің тінінде немесе альвеолаға тарамайды. Тек осы суретте көріп тұрғандай көк түсті бронхта оның тармақтарында болады. Бронхит екі түрде өтуі мүмкін: жедел және созылмалы бронхит. Жедел бронхит дегеніміз негізгі симптомы жөтел болып табылатын төменгі тыныс жолдарының қабынуы. Оның ұзақтығы 1 аптадан 3 аптаға дейін болады. Ал кейбір адамдарда бронхитке әкелетін этиологиялық фактордың ұзақ жойылмауынан оның ұзақтығы 4-6 аптаға дейін созылады. Яғни сыртқы ортадан әртүрлі себептер әсер етіп, ұзақ уақыт жөтеліп, жедел бронхиттің өзі 2 айға дейін созылуы мүмкін. Бұл бронхитпен негізі күз, қыс айларында жиі ауырады. Негізгі шақыратын қоздырғышы, тудыратын қоздырғышы жедел респираторлы инфекцияны қоздыратын вирустар. ЖРВ, ОРВ деп айтамыз ғой, сол вирустар, оның ішінде грипп А, грипп В, парагрипп, аденовирус, риновирус. Яғни бұл ОРВ-дің бір клиникалық көрінісі болып табылады. Яғни жедел бронхитті 80-95% жағдайда вирустар шақырады, бактерия емес. Бұл дегеніміз ОРВ фонында жөтел, температура пайда болса, дереу антибиотик іше қалу деген сөз емес. Ұмытпаймыз, бірден антибиотик ішпейміз. Бұл кезде жөтел ұзаққа созылады, 1 айдай бойы кетпей жатады жөтеліміз, бірақ бұл антибиотик ішуге көрсеткіш емес. Босқа антибиотик қабылдау арқылы біз ағзамызға зиян тигіземіз, иммунитетімізді төмендетіп тастаймыз. Және бронхит кезінде бронхообструкция орын алуы мүмкін. Бұл дегеніміз бронхтардың тарылуынан, дем шығарудың қиындауы, ысқырықты тыныстың пайда болуы. Бірақ бұл да антибиотик ішуге көрсеткіш емес. Бұл жерде арнайы бронхтан тарылған кезде бронхты ашатын бронходилататорлық препараттар қолданылады. Қай кезде антибиотик ішу керек? Егер осы бронхитке бактериалды инфекция қосылып, бронхитіміз асқынып, пневмонияға ұласып, одан тынысымыз жиілеп, тыныс жеткіліксіздігі пайда болып жатса, осы кезде антибиотик қосылады. Енді созылмалы бронхит. Созылмалы бронхит дегеніміз әрбір бронхит болған кезде жөтелдің ұзақтығы 3 айдан кем болмайды, 3 ай бойы жөтелесіз. Және бұл 2 жыл қатарынан болатын қақырықты жөтелмен жүретін бронхтардың үдемелі диффузды созылмалы қабынуы. Яғни созылмалы бронхит кезінде бронхтың шырышты қабығының құрамы, структурасы өзгереді де, сол жерде шырыш шамадан тыс түзіліп, бронхтың қақыр шығару қызметі бұзылады. Бұл кезде науқаста үнемі қақырықты жөтел болып тұрады. Ал егер осы созылмалы бронхитіңізге өкпе эмфиземасы деп аталатын ауру, яғни диагноз қосылып кетсе, онда бұл екеуі бірігіп хобл деп аталатын ауруды туғызады. Бұл көбіне темекі шегетін адамдардың ауруы. Соларда жиі кездеседі. Енді қорытындылайтын болсақ, егер ОРВ фонында бронхит дамыса, бірақ ол кезде жөтел ұзақ уақыт емес, немесе 3 айға дейін жетпесе, ол деген өршу бермесе, онда сізде созылмалы бронхит емес, жедел бронхит деген диагноз қойылуы қажет. Өйткені созылмалы бронхит кезінде жөтел адамда 2 жыл бойы және одан да ұзақ уақыт, айлап, даже 3 айдан артық жөтеліп жүру керек адам. Егер созылмалы бронхит тынышталып, жөтел уақытша басылып қалса, онда ремиссия, яғни уақытша сауығу сатысы деп аталады. Ол кейін қайтадан қозып, өшу сатысына өтіп, осылай ауысып жалғаса береді. Бұл созылмалы бронхит. Енді созылмалы бронхит не себепті пайда болады? Оған не әсер етеді? Соған тоқталайық.
Бірінші, созылмалы бронхит ол вирус арқылы болмайды, вирустан келмейді. Бұл кезде созылмалы бронхит кезінде бронхтың шырышты қабаттарына зиянды бөлшектер, зиянды заттар ұзақ уақыт әсер етуінен болады. Ол зиянды заттарға темекінің түтінін жатқызуға болады. Түрлі ауада жүретін шаң-тозаң, түтін, көбіне шашлик пісіретін адамдар жиі түтін тұтып тұрады. Аспазшылар, құрылыстағы шаң, бу жатады. Одан кейін химиялық заводтағы зиянды бумен демалу, жүн түту фабрикаларының жұмысшыларында, цемент зауытында шаң жұту, шахтерлар, сварщиктер, құрылысшылар осы бронхтарына зиянды әсер етеді. Одан кейін басымыздан өткен ауыр инфекциядан кейін, мысалы пневмония, өкпеде іріңдік жиналса, абсцесс болса, немесе өкпе тінінде бронхта бір дефект болса, мысалы бронхоэктаз, бронхоөкпелік дисплазия, альфа-1 антитрипсин жетіспеушілік сияқты бұл жеке аурулар. Осындай дамыса, бұл созылмалы бронхиттердің негізгі себепшілеріне жатады. Созылмалы бронхит деп жүріп, кейбір ауруларды байқамай қалуымыз мүмкін. Мысалы, мына аурулар осы созылмалы бронхиттің артында тығылып жүруі мүмкін. Мысалы, бронхиалды астма, бронх демікпесі. Немесе жаңа айтып өткендей хобл, өкпенің созылмалы обструктивті ауруы. Одан кейін герб деп айтады. Саркоидоз, өкпенің фиброзды аурулары, туберкулез, өкпе рағы, өкпеге бөгде заттар түсіп кетуі, немесе қан қысымы көтерілгенде ішетін ингибитор АПФ препараттары, бета-блокатор препараттар, цитостатиктер, немесе жүректің кейбір аурулары осы созылмалы бронхит сияқты болып, осы созылмалы бронхиттің астында тығылып жатуы мүмкін. Сол үшін дұрыстап тексеріліп, нақты диагноз қойылуы керек. Ал әрі қарай толығырақ бронхиттің емі туралы алдағы видеода айтылады.